Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тәжірибеде схеманы біршама күрделендіріп, Arduino'ға 7 сегментті индикаторды қосып көрейік. Бұл тәжірибе арқылы сіз цифрларды жарықтандыруды, сегменттерді жеке басқаруды және түрлі индикация эффектілерін жасай аласыз. 7 сегментті индикатор цифрларды көрсетуге арналған электрондық дисплей. Ол 7 негізгі сегменттен A, B, C, D, E, F, G және қосымша нүктеден тұрады. Әр сегмент кішкентай жарық диод. Сызба көлемдірек, көрнекті және жасалуы қызығырақ. Бұл тәжірибеде қажетті компоненттер: Arduino микроконтроллері, 7 сегментті индикатор, 220 Ом резистор, жалғауыш сымдар және макет платасы. Тата жаңа схема жасаңыз. Атын 7 сегментті индикатор деп қойыңыз. Экрандағы сызбаға қарап, тізбекті дәл солай жинаңыз. Біздің тәжірибеде 7 сегментті индикатор 220 Ом резистор арқылы 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші цифрлық пендерге қосылады. Ал индикатордың катоды ГНД-ге жалғанады. Кодты қаласаңыз өзіңіз жазып көріңіз, немесе төмендегі сілтемеден дайын кодты пайдалана аласыз. Қазіргі код индикаторда 1-ші, 2-ші, 3-ші ретімен цифрларды көрсетеді. Ал сізге тапсырма цифрларды кері бағытта шығару, яғни 3, 2, 1.